тюльпанды еккелі жатырмын. Көбісі менен кеңес сұрайды, сондықтан бірден кеңесімен бөлісіп кетейін. Мен қыздарға мынадай тюльпан бердім, міне. Бұл тюльпанның ішін біздер не істейміз? Ашамыз. Ашқан кезде міне мынадай бір үлкен және кішкентай қасында 2-3 жуашықтар шығады. Осы жуашықтардың бәрінің ашып, толығымен әр қайсысын бөлек 10 сантиметр қашықтықта отырғызып шығамыз. Міне, қазір менде мына жерде жер дайындалған, терең бетіне топырақ салатын қылып қазып алдым арнайы. Міне, тюльпанның жуасын аламыз, былай қоямыз, Тюльпанды еккен кезде жуаның бойынан 2 есе ұзындықта болу керек. Яғни жуаны қосқанда 3 есе. 3 есе тереңдікте егестер. Мысалға, жуамыз 4-5 сантиметр болса, 15 сантиметр тереңдікте егес. Әр тюльпанның арасында қашықтық шамамен 10 сантиметр болу керек. Осылай тюльпандарды егіп шығамыз. Жаңағы видеоның жалғасы, міне тюльпандарды арасын 10 сантиметрді осылай тығып шықтым. Қазір бетін топырақпен жауып шығамын. Бұл жерде менде тереңдеу жер, где-то 15 сантиметр тереңдікте болады. Тағы да тюльпандар бар. Мына жерге егетін боламын. Жаз бойы алдағы уақытта Алла қаласа сіздермен барлық видеомен бөлісіп отыратын боламын. Міне қыздар, тюльпандарды екі жаққа салып шықтым, және осының үстіне жұқалап компост саламын да, сосын оның үстіне кәдімгі обычный топырақпен жауып шығамын. Міне қыздар, мынау жұқалап сеуіп шыққан биогумустың бетіндегі компостым. Мынау кәдімгі топырақтар. Әлі де тасып жатырмын. Міне осылай міндетті түрде 5 сантиметр, 4-5 сантиметр тюльпан болса, үстінен 10 сантиметр жай топырақпен жабасыздар. Міне жай топырақты салып, бетін тырмалап тегістеп алдым. Енді жайлап аяқпен нығыздап басып жіберем. Аяқпен басуға болады, жандай не бар, кетпенмен дұрыстап жүруге болады, не өстіп нығыздап жүресіз. Қатты басып жүрмеңіздер, жайлап қана нығыздап қоясыздар. Ертең өзі жаңбыр жауады, сосын өзі дұрысталады. Егер сіздің өңірде жаңбыр жаумай жатса, топырақ ылғал болса суармайсыз, егер топырақ тіпті құрғап кеткен болса, суару дұрыс болады.